Баршаңызға сәлем, менің каналыма қош келдіңіздер. Сіздерге бүгін сүзбелі пирогтың рецептісін ұсынамын. Видеоны соңына дейін толық көру үшін менің каналыма тіркеліп, қоңырау шағына басып, пікір қалдырып қоюды ұмытпаңыз. Алдымен таза ыдысымызға бөлме температурасына тұрған сары майды саламыз. Үстіне қант саламыз. Мен бұл жерде қантты қолдандым, сіздер сахарный пудра салыңыздар. Екеуін жақсылап миксерлейміз. Жақсылап миксерлеп алдық. Жан-жағын реттеп, ортаға жинақтаймыз. Және үстіне бір жұмыртқа және бір жұмыртқаның тек сары уызын ғана саламыз. Миндальды ұн қосамыз және тағы жақсылап миксерлеп аламыз. Жақсылап миксерлеп алдық. Жан-жағын жинақтап, келесі кезекте ұнды саламыз. Ұнды електен өткізіп аламыз. Үстіне қопсытқышты қосып, жақсылап бірге араластырып жібереміз. Қоспамызға барлығын саламыз. Және қолымызбен қамыр дайындаймыз. Жақсылап қамыр дайындап болған соң, бұл қамырды ешқандай да тоңазытқышқа, мұздатқышқа салудың қажеті жоқ. Бірден табаға, формаға жайып жасай беруге болады. Қазір біз салмасын дайындағанша бетін пищевой пленкамен жауып қоямыз. Салмасын дайындауға кірісеміз. Алдымен сүзбемізді саламыз. Үстіне 4 жұмыртқа, қантты саламыз. Және кукурузный крахмал саламыз. Мен осындай сұйық ванилин саламын. Сіздерде егер сұйық осындай ванилин болмаса, құрғақ порошокты түрін қолдансаңыздар болады. Барлығын салып болғаннан кейін жақсылап блендермен езіп аламыз. Яғни ешқандай түйіршік қалмайтындай барлығын жақсылап езіп аламыз. Мінекей осындай қою қаймақ секілді масса болғанға дейін жақсылап блендермен еземіз. Міне салмамыз дайын болды. Менде бұл жерде 28 диаметрлі форма, сіздер кез келген 26-28 диаметрді формаға жасай берсеңіздер болады. Яғни формамызға қамырымызды орналастырамыз. Ең бірінші бортиктерін шығарып аламыз, содан соң барып ортасын жайғастырамыз. Мінекей қамырымызды формамызға жайғастырып алдық. Ортасына салмамызды саламыз. Мінекей салмамыз дайын. Бетіне кез келген қатырылған жидекті қоссаңыздар болады. Мен смородина қостым, шие, малина қоссаңыздар да өз еріктеріңізде. Келесіде штрезель дайындаймыз. Ол үшін бізге ұн қажет болады. Және тоңазытқыштан алынған сары май және қантты салып, осы 3 ингредиентті қолымызбен жақсылап араластырамыз.
Мінекей араластырып болдық. Біздің штрезеліміз дайын. Енді осыны пирогтың бетіне барлығын сеуіп шығамыз. Пешімізді алдын ала қыздырып қоямыз. 150-180 градустың аралығында 35-40 минуттай пісіріп аламыз. Мінекей достар, біздің пирогымыз дайын болды. Қажетті барлық ингредиенттерді төменге описание бөліміне жазып қалдырамын. Сіздер де дайындап жасап көріңіздер. Барлықтарыңызға ас болсын.